Мына ауруды емдеу үшін дәрінің орнына дәмдеуіш қолданып көрдіңіз бе? Дәмдеуіштер туралы естуіңіз бар ма? Әрбіріміздің ас үйімізден түрлі дәмдеуіштер табылады. Оны тамаққа ерекше дәм мен хош иіс беру үшін қосамыз. Алайда осы дәмдеуіштердің денсаулыққа да пайдасы орасан екенін біле бермейміз. Тіпті мына дерттен дәмдеуіштердің көмегімен дәрсіз де арылуға болады. Нақтырақ айтқанда, жебір-шөп пайдалы заттарға бай. Оның құрамында адам ағзасы үшін өте бағалы тинол заты бар. Ол өз кезегінде антисептикалық және қышымаға қарсы дәрінің қызметін атқарады. Оған қоса иммунитетті нығайтады, шаштың саулығын жақсартып, теріні нәрлендіреді. Жібір-шөп, тимьян, алма және сірке суы қышқылының, каротиннің, В және С дәрумендерінің қайнар көзі болып табылады. Сондықтан да саулығыңызды жақсартып, иммундық жүйеңізді көтергіңіз келсе, аталған дәмдеуіштерді шайға, тамаққа, салатқа қосып ішуіңізге болады. Қалампыр А, С, Е, К және В тобындағы дәрумендерге бай, сондай-ақ омега-3 және 6 қышқылы мен темір элементтерінің қайнар көзі болып табылады. Құрамы қазынаға бай қалампыр ағзаны улы заттан, шлактан тазалайды, аққан аурын болдырмайды, қан ауруларының алдын алады және асқазан мен ас қорыту жолдарының жұмысын жақсартады. Қалампырды шайға және ет тағамдарға қосуға болады. Қара бұрыш протеин затына, жасұныққа, дәруменге, эфир майына және минералдарға бай. Осындай пайдалы қасиетінің арқасында зат алмасуды жақсартады, мидың қан айналымын реттейді, есте сақтау қабілетін жақсартады. Қара бұрыштың құрамындағы кей заттар жүйкені тынықтыруға қабілетті, сондықтан да халық емшілері депрессияға қарсы дәрі ретінде кеңінен қолданылады. Емдік қасиеттерімен қоса ерекше дәм беретін қара бұрышты шайға, сусынға, ет және көкөніс тағамдарына қосуға болады. Зімбір – бұл имбір. Суыққа қарсы күресетін керемет дәрі болып табылады. Бірінші зімбір қосылған шай ішсеңіз, денеңізді жылытып, бойыңызды билеген аурудан айықтырады. Халық емінде асқазан, ас қорыту жолдарының ауруын, іш қату, кебу, өту, құсу сынды жайсыздықтарды емдеу үшін үлкен сұранысқа ие. Сонымен қатар диабет дертіне де дауа болады. Зімбір қандағы қант мөлшерін реттеп, ісік пен қабынуды емдейді. Оған қоса салмақты бір қалыпта ұстауға ықпал етеді, әрі дененің май басуын жол бермейді. Даршын, калий, марганец, темір, күкірт, мыс элементтердің қайнар көзі болып табылады. Сонымен қатар А, В1, В2, В9, С, Е, К дәрумендеріне бай, құрамы бағалы қазынаға бай. Даршынды иммунитетті нығайту, есте сақтау қабілетті жақсарту, көздің қырағылығын арттыру үшін қолдануға кеңес береміз. Оған қоса Альцгеймер ауруының алдын алады, қандағы холестерин мөлшерін реттеп, жүйкені тыныштандырады. Түрлі дерттің дендеуіне жол бергіңіз келмесе, кез келген тамаққа, пісірмеге, шайға, ботқаға баршын қосуды әдетке айналдырыңыз. Ас үйіңіздің сөресінде самсап тұратын дәмдеуіштерді шетке ысырамай, дәм беру үшін және денсаулықты жақсарту үшін көбірек қолданыңыз. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Достар, менің арнам сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы.